Армысыздар ағайын, менің атым Бурахан Дақанов. Мен бүгін мұна Ұлытау облысындағы хан ордасының маңында жүрмін. Осыдан 2 күн бұрын Жошы ханның мазарында болғанмын. Дәл қазір сіздерге тағы бір ғажайыпты көрсеткім келеді. Бұл бүкіл мұна рулардың бастауы деп аталатын хандардың ханы Алаша ханның мазарына келіп тұрған жайым бар. Мұна кереметті бәріміз көруіміз керек. Әр қазақ осыны көрсін. Ал қараңыздар. Алаша ханның мазары. Алаша ханның мазары мына жерде Қара Кеңгір өзенінің бойында, түбіне таман мына жерде Сары Кеңгір ауылында. Жошы ханның мазары осы жерден шамамен 25 километр екен. Ұлытауға келетін болсаңыздар, міндетті түрде осы Алаша ханның мазарына келіңіздер. Бұл нәрсені тек көру керек. Қазір бұны кереметін сіздерге анықтап көрсетейін. Алдымен мына жердегі міне Қазақстан Республикасы Алаша хан мазары 11-12 ғасыр. Енді 11-12 ғасырдың керемет мына дүниесін қараңыздар. Бізге айтады ғой, қазақтар тек қана жаңа мал бағып қана, соғысып қана жүре берген дейді ғой. Мына бір керемет архитектураның үлгісі. Өзім бірінші рет көргеннен кейін кәдімгідей таң қалып тұрмын. Алаша ханның мазары болғандықтан атына затын сай қылып, екі жаққа қорғасына міне Алашаның әдемі ою өрнегін салған. Әрбір жанағы бұрышына дейін есептеп міне. Есептеңіздер, 11-12 ғасырдағы салынған ескерткіш мавзолей. Ал қазір ішіне кірейік. Ал менімен бірге кіріп шығыңыздар ағайын. Аңыз бойынша осы жерде Шыңғыс хан бабамыз жатыр деп те айтылады негізі. Міне қараңыздар, керемет. Әрбір бұрыштағы кірпіш, әрбір кірпіш өз орнында тұр. Бұл ескерткіштің басқалардан айырмашылығы, бұл 2 қабатты ескерткіш. Мына жерде кішкентай есігі бар. Қазір 2-ші қабатқа көтерілейік. Шамамен 1000 жыл болған ғимарат. Ал баспалдақтарының бәрі сол күйінде тұр. Міне төбесінің кірпіштерінің орналасқанын қараңыздар. Қандай мықты шеберлер салған екен. Мұна ескерткіш қамал сияқты қып салынған екен. Мазар. Мына жерде міне терезе, садаға туған ыңғайлы. Ал енді ары қарай түбіне қарай барамыз. Жаңа атап айтып өткендей, бұл Алаша хан мазарының 2-ші қабаты. Міне тағы бір терезесі бар. Міне қандай кереметі. Тіпті мына бар ғой, су төгілетін жеріне дейін ойластырылған. Яғни жаңбыр анау-мынау болатын болса, мына жақтан егер жаңбыр құйылып, мына жерге су жиналатын болса, мына бір тесіктен ағып кетеді.
Біз қазір екінші қабаттан жоғары қарай, яғни мазардың төбесіне шығып келе жатырмыз. Міне ішінен қарағанда көрінісі. Мынау міне төбесі. Қараңыздар, қандай керемет. Күмбезіне дейін сол күйі сақталып тұр екен. Кірпіштері бәрі өте сапалы. Қараңыздар, қандай керемет. Мына нәрсе жай адамға салынбайды ау. Ол шынымен үлкен бір ұлы адамның мазары болып тұр. Ал ағайын, Ұлытауға келетін болсаңыздар, осы бір қасиетті мекенге міндетті түрде келіңіздер. Видеоны барынша таратып жіберуіңізді сұраймын. Осы жерде, осындай елді мекенге, осындай бір ғажайып ғимарат бар екен, әр қазақ білсін. Тарихымызды құрметтейік. Әлгі тарихын білмеген болашақты болжай алмайды дейді ғой. Тарихымызды құрметтейік. Өлі разы болмай, тірі байымайды ағайын. Ал аман есен болыңыздар. Жаратқан сіздерге жар болсын.